أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәримнің Ғафыр сүресінің 60-шы аятында айтады: «Адууни астаджиб лакум, инналлазина ястакбируна мин ибадати саядхулуна джаханнама дохилин». Яғни, маған дұға жасаңдар, сендердің жасаған дұғаларыңды мен міндетті түрде қабыл аламын. Инналлазина ястакбируна ан ибадати, сондай бір бенделер, олар менің құлшылығыма тәкаппарлық жасайтын болса, олар мұрындары жер иіскеген күйде дозаққа кіргізіледі деп Алла Тағала осы Ғафыр сүресінің 60-шы аятында қайсы бір бенде Алла Тағалаға дұға жасайтын болса, бендесінің жасаған дұғасын Алла Тағала қабыл ететіндігін, және де қайсы бір бенде осы құлшылықтан болмасам құлшылықтың басқа бір түрлеріне тәкаппарлық жасайтын болса, ол бенденің мұрны жер иіскеген күйде дозаққа кіргізілетіндігін Алла Тағала біздерге баян етеді. Демек, дұғаның өзі үлкен бір құлшылық, дұғаның өзі үлкен ғибадат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистеріне сүйенетін болсақ, пайғамбарымыз хадистерінде дұға мұсылманның қорғаны, дұға мұсылманның қаруы, дұға мұсылманның Алла Тағаланың екеуінің арасындағы қатынаста жүретін құлшылық деп пайғамбарымыз дұғаға үлкен мән берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде айтады: әрбір құлшылықтың ең маңызы ол дұға. Алла Тағала бендесінің жасаған дұғасын қабыл алады, егер сол дұға бендесінен шынайы түрде жасалынатын болса дейді. Алла Тағала Бақара сүресінің 186-шы аятында айтады: Астағфиру билла. Ва иза саалака ибади анни фа инни қарибун уджибу даъвата да'i иза да'ани. Пайғамбарымызға айтады Алла Тағала: Ей Мұхаммед, ва иза саалака ибади анни, егер менен бенделерім сенен мен жайында сұрайтын болса, фа инни қарибун, сен оларға айтқын, мен оларға өте жақынмын. Уджибу да'вата да'i, егер бенделерімнің қайсы бірі менен дұға жасап, өзінің қажетін сұрайтын болса, уджибу да'вата да'i, міндетті түрде олардың дұғаларына, олардың маған жасаған мінәжаттарына міндетті түрде мен жауап беретін боламын деп Алла Тағала Бақара сүресінің 186-шы аятында дұға жасаған бенденің дұғасының ешбір назарсыз қалмайтындығын өзінің осы 186-шы аятында біздерге айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шәрифтерінде де тағы да хадисі құдусида айтады: Алла Тағала, мен бендемнің күре тамырынан да жақынмын. Егер бендем маған бір қадам аттайтын болса, мен бендеме 10 қадам аттаймын. Бендем маған 10 қадам аттаса, мен бендеме 100 қадам аттаймын. Ал бендем маған жүгіретін болса, мен бендеме желдей жылдамдықта есемін деп хадисі құдусиде Алла Тағала бендесіне қарап, қайсы бір бенде Алла Тағалаға мінәжат жасап, Алла Тағалаға құлшылық істеп, дұға жасап, өзінің екі дүниелік қажеттілігін Алладан сұрайтын болса, оның ешбір назардан тыс қалмайтындығын Алла Тағала осы қасиетті Құран аяттарында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистеріне, хадисі құдисиларда біздерге осылайынан жеткізеді. Бұл дұға мұсылманның қорғаны, мұсылманның қаруы. Пайғамбарымыздың хадисінде қайсы бір бенде өзінің қажетін Алла Тағаладан сұрайтын болса, дұға жасап, Алладан сұраған бендесін Алла Тағала жақсы көреді. Егер қайсы бір бенде Алла Тағаладан ештеңе сұрамайып, дұға жасамайтын болса, ондай бендеге Алла Тағаланың ғазабы келеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына бір хадисінде тағы да: егер қайсы бір бенде
Алла тағалаға дұға жасайтын болса, сол бенденің дұғасында 3 түрлі нығмет болады дейді. Ол қайсы? Егер Алладан өзінің қажетін сұрайтын болса, Алла тағала ол бендеге сұрағанын береді. Ал бермеген болса, сол бенденің жасаған күнәларын, жасаған дұғасының себебіменен күнәларына каффарат етеді. Ал егердем жасалынған дұғасы бұл өмірде өзінің дұғасындағы сұралынған нәрсені қол жеткізе алмаған болса, сұраған дұғасын Алла тағала қияметте беретіндігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде айтады. Біз байқамаймыз, Алла тағаладан біз не сұрасақ та, Алла тағала соны бізге артығыменен береді. Бірақ өкінішке орай біз соны кей кездерде байқамай қаламыз. Мынандай бір қанатты сөз бар. Ғұламаларымыздың бір айтады: бұл дүниенің аман есен өз қалпында тұруына 4 нәрсенің үлкен бір қатты себебі бар дейді. Ол қайсысы? Ең біріншісі әділ әміршінің, екіншісі жомарт қолы ашық адамдардың, үшіншісі кедейлердің дұғасы және ғұламалардың білімі. Осы 4 нәрсеменен дүниенің аман тұруына бірден бір себепке нәрсе осы 4 нәрсе деп ғұламаларымыз осы кедей адамдардың, жалпы жамағаттың, ел-жұрттың дұғасыменен осы елдің аман тұрғандығына себепкер етіп келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің тағы бір хадистерінде айтады: адамның тағдырын ештеңе өзгерте алмайды, тек қана адамның жасаған дұғасы өзгертеді. Ал адамның өмірін ештеңе ұзарта алмайды, тек қана адамның кісілерге жасаған жақсылығы адамның өмір жасын ұзақ етеді дейді. Сол үшін бұл дұға әрбір мұсылманның өзінің қажетін сұрайтын, Алла тағалаға мінәжат жасайтын, өзінің мінәжат құралы, дұшпандардан қорғанатын қорғаныс құралы. Бұл ең құлшылықтардың аса бір маңыздысының бірі бұл мұсылмандардың жасаған дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның да дұға құлшылықтың маңызы деп айтуының бірден бір себебі осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде тағы да айтады: 3 түрлі адамның дұғасы қабыл болады. Біріншісі ата-анасының перзенттеріне жасаған дұғасы қабыл болады. Екіншісі мүсәпір үйінен ұзақ сапарға шыққан, сапарда жүрген адамның дұғасы қабыл болады. Үшіншісі зұлымдық көрген мазлум адамның дұғасы қабыл болады. Сіздер мазлум адамның, зұлымдық жәбір жапа жеккен адамның жаман дұғасынан сақтаныңыздар. Өйткені мазлум менен Алла тағаланың арасында ешқандай перде болмайды. Сол үшін мазлум адамның дұғасы қабыл болады, егер ол адам тіпті кәпір болса да деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде Алла тағаладан сұралынған нәрселердің ішіндегі ең жақсысы ол амандықты, Алла тағаладан тыныштықты, бейбітшілікті сұрау. Осы дұғалардың ішіндегі ең жақсысы деп сұралынатын нәрсеге де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің осындай бағасын берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің тағы бір хадис шәрифтерінде айтады: әрбір нәрсені Алла тағаладан сұраңыздар. Тіпті аяқ киіміңіздің бауы үзіліп қалатын болса, соның өзін Алла тағаладан сұраңыздар. Қайсы бенде Алла тағаладан сұрайтын болса, Алла тағала сұраған бендесіне міндетті түрде жауап қатады. Бендесінің дұғасын қабыл етеді, бендесінің сұраған затын Алла тағала бендесіне ерте ма кеш па міндетті түрде береді. Мынау дұғалардың түрі көп. Бұның ішіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисіне келтіреді: егер қайсы бір кісі өзінің мұсылман бауырына, өзінің досына сыртынан жақсы дұға жасайтын болса, өзінің бауырының, мұсылман қандасының сыртынан ғайыптан жақсы дұға жасайтын болса, оның қасына келіп бір періште келіп тұрып, сол досыңа тілегенің саған да болсын, саған да болсын деп, періште
сол досына тілеген жақсылықтың өзіне де болуын Алла тағаладан сұрап тұрады дейді. Қайсы бір бенде өзіні ғайыптағы мұсылман бауыр үшін дұға жасайтын болса, ол кезде сол дұға жасаушы бенде менен Алла тағаланың арасында ешқандай бір хижаб, перде қалмайды. Алла тағала ол бенденің дұғасын міндетті түрде қабыл етеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл адамның тағдырының өзгерілуіне дұға себеп болатындығын, сол үшін де дұға мұсылманның құралы, қаруы екендігін өзінің хадистерінде айтады. Мынау қайсы бір бенде Алла тағалаға дұға жасайтын болса, ол Алла тағаланың ұлы сипаттарын мойындаған болып есептелінеді. Мысал үшін, кім Алла тағалаға дұға жасайтын болса, ол Алла тағаланың вujud деген сипатына иман келтірген болып есептелінеді. Яғни бар затқа дұға жасалынады. Ал енді дұға жасаушы адам Алла тағаланың ғани деген сипатына иман келтірген болып есептелінеді. Бай, өйткені өздеріңіз білесіздер, тек көбіне байдан беруге мүмкіндігі бар заттардан ғана сұралынады. Енді тағы бір сипаты ол басир, көруші деген сипатын дұға жасаушы Алла тағаланың көруші деген сипатына иман келтірген болып есептелінеді. Яғни көруші адамға, көруші затқа дұға жасалынады. Және сами, естуші деген Алла тағаланың ұлы сипатын мойындаған болады. Ол естуші, оған жауап қатушы затқа ғана сұралынады, сондай затқа ғана дұға жасалынады. Дұға жасаушы адам өзінің дұғасымен біргелікте осындай Алла тағаланың ұлы сипаттарына иман келтіргеннің де сауабына қол жеткізетіндігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінде айтты.